сіздерде дауыс жоқ, иә? Бұл кісілерде дауыс жоқ екен. Енді Ниязбек көке, сол жақ. Сіздің командаңыз. Өзіңіз дирижер болып, арасында қолды көтеріп, жоғары көтеріп, бірге айтып жүріңіз, иә? Ал кеттік, солынан қандай екен? Бұл жақ ән айтып атқан жоқ тек айқайлап жатыр, байқадыңыз ба? Иә, чип деп айту керек қой, енді бірақ 5-6-ауы әнді айтып жатыр, қалғандары айқайлап жатыр. Әзірге теңбе-тең. Екінші ән. Сіз Ниязбек көкеміз сияқты кішкене активный болсаңызшы, ақылы қонақтардың жанына барып, әрі солға барып бірге айтайық деп. Енді келесі ән қандай ән екен? Ол ғана правая сторона. Дейді ар жақта. Рахмет айтыңыздар. Ниязбек көке, енді өзіңіз жағыңызға барыңыз, сол ғана. Правая сторона, оң жақ. Бағанағы бірінші әнге қарағанда екінші әнді керемет айттыңыздар. Хорошо спели. Мына жаққа енді индийский бола ма, турецкий бола ма, орысша бола ма білмеймін. Келесі қандай екен? Кеттік. Елу адам ән айтып алса, апам дауысы бәрін басып кетіп жатыр ғой. Рахмет. Екінші әнді де керемет айттыңыздар. Шетелдің әндерін онша білмейді екенсіздер, ә? Қазір енді көреміз қандай ән қойылады. Сіз өзіңіз ұзатылатын сияқты жүрсіз ғой. Ал оң жақ. Следующая. Третья песня. Дайын болыңыздар, кеттік. Рахмет. Міне, уже әнді үйреніп болды. Қай жерде айту керек, қай жерде тоқтау керек біледі. Ниязбек, көрдіңіз ба, үшінші әнді өте керемет айтып шықты. Мына жақта дәл солай айтпаса қазір тегілесіздер. Соңына дайымыз ғой, кеттік. Соңғы әндердің бірі. Қандай ән? Екі жақта бірдей күшті айттыңыздар. Өздеріңізге қошемет қағып қойыңыздар. Мына апамызды ортаға шақырайықшы апасызды. Қаны қуаныш бір музыка болсын, апа билеп келіңіз. Сіз ерекше ән айттыңыз. Қаны ортаға.
әпкемізге рахмет. Үш әпкеміз көрдіңіздер ма? Любой тойға арнайы жалдауға болады. Қонақтар жақсылап күтіп шығарып салады екен. Подаркілер қайда? Подаркілер. Подарка. Апа. Рахмет. Тойхананы бір өзіңіздің дауысыңыз жарды ғой. Атыңыз кім болады? Гүлнура! Гүлнура әпкемізге бір қошемет қалаңыздар. Қазір Гүлнура әпке кетпеңіз, с вами очень интересно. Ортамызға кетпеңіз. Жігіттер, қыздар, ет тағам дайын екен, ендеше қонақтарымызға жақсылап ұсына беріңіздер. Музыка ешқандай хабарландыру қажет емес, ет тағамды қонақтарға жақсылап ұсыныңыздар. Рахмет. Гүлнура әпке, Одесный. Язгөге, қайда кетіп қалдыңыз? Язгөге. Рахмет. Язгөге. Келіңіз. Айналып кетейін. Хабарлау ұсыной беріңіздер деді қойын деді тағамды. Құрметті қонақтар, астан үлкен ешкім жоқ. Әр солға жеке-жеке ұсынай берсеңіздер болады. Язгөге, орныңызға барсаңызшы, сіз сол қанат қой. Екеумізде ауысып, ары ауысып, бері ауысып. Ол қанат сіздікі. Мына Гүлнура әпкем сіз үшін шығып тұр. Міне сіз үшін, дұрыс қой. Қандай туысқан боласыз? Öyle туған қайынбикесі болам. Інім ғой Ниязбек. Рахмет. Енді қазір сіз ініңіз үшін емес, келін үшін, билейсіз келін үшін барып жасайсыз енді, бақыма? Жоқ, қазір көреміз. Ниязгөге. Жігіттердің ішінен, коллектив, достардың ішінен кім бар? Жақсы, өнерлі. Бәрі өнерлі. Ішінен бір жігіт шақырсаңыз дейміз. Кім бар? Дәулет дейді ғой, Дәулет ағамыз. Дәулет аға. Бар ма Дәулет ағамыз? Рахмет. Енді құрметті қонақтар, бағана көңіл күй жағынан сол қонақтың көңіл күй керемет болды. Әнді бірдей айттыңыздар, енді билеу жағынан кім мықты екен көреміз. Гүлге бағана керемет ән айттыңыз, енді билейтін боламыз. Бидан музыкадан алмаймыз ғой, любой музыка ма? Ал кеттік ендеше. Гүлнұр әпкеміз, Дәулет ағамыз, разна-раз ортаға. Шаршама тек шаршама, аяқ қолым талса да, жоғының бір билейік, шаршығар ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолым талса да, жоғының бір билейік, шаршығар ортада. Рахмет. Дәулет аға, қажетте қайсы солда отырған едіңіз? Сол жерге бара берсеңіз болады. Рахмет. Бар ма бастық? Билейтін жігіт, билейтін. Нұрғали аға дейді. Нұреке. Ал Нұреке, ортаға. Коллектив бар. Рахмет. Нұреке, Дәулет ағамыз биге шықты да басталмай атып бүлекінен жеңіп қалды. 1-0 Аниго жеңген командасы жеңіп жатыр. Енді сіз есепті теңестіруіңіз қажет. Бүлекен бәріне дайын. Әпшенен қап кетесіз бе? Қалмаңыз, кетті көреміз. Келесі би.
dönüş Zaman önde az olmuş Devreye düş, devreye düş Rahmet. Rahmet, yani orımızga durayık. Orımızga durayık, yani hürmet konaklar. Hazır kimge koşemet katrak bolat, sol jengde. Gülnur akemiz kalay biledi. Al endi Nurgali ağamız soluna kalay biledi. Nurgengden gruppa paylarız köbeygen koyumuz koya. Renjimiz bağına padarkına. Rahmet, birge ortadan ketmeymiz. Esep birde bir. Kim var edi arqanay? Taqib biyleytin. Kız gelişekler, akbiler, çekilerden. Nazi deydi. Nazi var mı? Al kanı Nazi. Rahmet, hoş geldiniz. Nurgengli Bilis kolektif koya. Kolektif. Kelin bolası бар. Жеңсеңіз, егінде бір сіздер жеңесіздер. Жеңсеңіз, мына жақ егінде бір жеңесіз. Анеко жеңгеніміз үшін барын салыңыз. Алып кеттік. Ары қарай биді жалғастырамыз. Тамаша, орындарыңызға келіңіздер. Керемет. Енді қазір көреміз тағы да кімге қошемет қаттырақ болады? Кімге құрмет ұнатар қошемет қаттырақ болады, сол жеңді деген сөз. Есіміңіз? Назико жеңгеміз қалай біледі? Назико жеңгеміз. Только соседи да хлопают и поддерживают, да? Керемет, жақсы біледіңіздер. Енді Нұрекең қалай біледі? Нұрекең! Ана жақта группа поддержка көп болып тұр ғой. Коллектив 4 сол екен да. Көршілер 2 сол екен ғой. Рахмет, орныңызға, жағасыңызға рұқсат. Қазір 2-1. Енді Нұреке, сізбен билейін деген бір керемет әпкеміз бар. Бағана әпкеміз қайда кетті? Мадина или Загира әпкеміз екеуінде шақырыңыздаршы. Мадина, Загира, екеуіңізде. Екеуіңіз. Рахмет. Сіз мына жаққа келіңіз, бірден Нұрекеңнің жанына келіп тұрды. Мына жаққа. Кіммен дейді? Жоқ, екеуіңіз шақырдым. Не, двое просят, но так не пойдет. Қонақтарға келді, жоқ, ол жаққа кейін қарайсыз, мына жаққа. Апкет. Қазір шығады, асықпаңыздар. Нұреке, қайсы әпкемізбен билейсіз? Қайсы әпкемізбен билейсіз? Қайсы әпкемізбен билейсіз? Сізді таңдады. Есіміңіз? Загира әпке. Мына жақ жеңіліп жатыр 2-1. Есепті теңестіру керек. Надо сравнять счет. Кеттік, келесі би. Отырмай, қошымен тағы, демек отырмаймыз ба? Если
Если нам скажут, ваш поезд ушел, мы ответим просто, что подождем другой. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь, и будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Рахмет. Рахмет. Kan орныңызға барыңыз. Нұреке. Қазір екі әпкемізді қысып өлтірмей тұрған кезде сізде аман есен орныңызға жайғастырайық. Подарка. Подарка беретін әпкеміз қайда? Подаркадегі әпкеміз. Перуз әпке, үшінші әпкеміз қайда? Қазір подарканы апарып береді. Нұрекеге бір подарка апарып беріңіз. 2-2. Bir орында тұрмайды ғой, кәні бір орында. Огонь, отсыздар ғой. Нұрекеңе бір подарканы апарып беріңіз, Нұрекеңе, коллективке. Есеп 2-2. Соңғы би, финал. Жігіттерден тағы бір шақырыңыз. Дәулет Нұрғали сияқты билейтін емес, бір күшті билейтін шақырыңыз. Дәулет Нұрғали деген әшін келіп кетіп адыр ғой, халтурит етіп адыр. Жақсы билейтін. Рахмет. Ағамыздың есімі Ғалма, коллектив па? Рахмет. Бүгін мына коллектив өте активный белсенді болып жатыр. Рахмет дейміз. Соңғы би, финал. Сіздер жеңсеңіздер. Оң жақ жеңді, коллектив жеңсе сол жақ жеңді. Ал кеттік. Финал. Ордаға. Нормальный музыка. Кеттік. Рахмет. Кана орныңызға барыңыз. Ғалиге келіңіз. Құрметті қонақтар, биді көрдіңіздер. Ғалиген бия пьяный индус болды ғой. Да, точно пьяный индус. Сол ғана Нұреке қалмағамыз қалай биледі? Рахмет. Енді біздің әпкеміз оң қанат, бағанағы апамыз айтты, Гүлнұр әпке, оң қанат қалай биледі? Рахмет. Теңбе-тең болып тұр. Теңбе-тең, тағы бір көрейік. Ғалым ағамыздың командасында сол жоқ. Ғалеке қалай биледі? Тек коллектив байлап жатыр. Әпке, аспаңыздар, ой сіз, қаз. Оң қанат қалай биледі? Рахмет. Теңбе-тең болды ғой енді. Подарка
беретін әпкеміз қайда? Подаркілер қайда кетті? Подарка, әпше жан машин, подаркілерді. Подаркілер. Машинде тұрмайсыз ба? Ары қарай енді беріп еді. 5.000 теңге. 5.000 теңге финалистерге. Рахмет, орындарыңызға жайғасуларыңызға рұқсат. Дастархан басына жайғасыңыздар. Тең-бе-тең болды, құрметті қонақтар. Енді қазір енді құрметті қонақтар, ет тағам алдарыңызға келіп жақсылап желіп болса, Ералы бауырымыз қазір енді кезекті жастардың арнайы дайындалған мүмкін болса Love Story-на кезекті берсек дейміз. Тойымызға келген құрметті қонақтар, құрметті қонақтар, құрметті қонақтар, қазір енді жүздеріңізді назарларыңызда төрімізде ілулі тұрған экранға зер салыңыздар. Экранға назар аударыңыздар. Каждого человека. Самое сокровенное счастье в жизни каждого человека – это семья. С самого рождения нас окружает тепло и забота родителей, внимание и нежность близких людей. В этот мир мы приходим маленькими принцами и принцессами, постепенно познавая все окружающее, превращаясь в настоящих юных исследователей. Первое слово, первый шаг, первое падение – это наша общая победа. Чем старше мы становимся, тем яснее понимаем, что на самом деле нет ничего важнее счастливой маминой улыбки и бесконечно теплых папиных ладоней. Семья – это целый мир, в котором тебя любят таким, какой ты есть. Каждый из нас так или иначе стремится наполнить свою жизнь любовью. Мы выбираем единственно верный путь для того, чтобы отыскать свою половинку и обрести то самое драгоценное счастье. Создавая семью, мы создаем свое будущее. Наше будущее в наших руках. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычислять и умножать, повышение обижать, учат